Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Жұмыстың ұзақтығы 45 минут. Түсіну және жауап беру тапсырмаларын орындауға 5 минут, анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 15 минут, бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Жалпы балл саны 20. Тапсырмалардың түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы. 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 бөлімнен 11 тапсырмадан тұрады. Бірінші бөлім түсіну және жауап беру тапсырмаларын, екіншісі анализ және интерпретация тапсырмаларын, үшіншісі бағалау және салыстыру дағдыларын тексеруге арналған тапсырмаларды қамтиды. Оқу мақсаттары: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау. Шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Біз сіздермен осы 90-да отбасы құндылықтары деп аталатын 4-ші бөлімді аяқтадық. Біз оқыған шығармалар: Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Анасын сағынған бала» әңгімесі, Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесі, Джек Лондонның «Мексика ұлы» әңгімесі. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысы осы өтілген шығармаларды қамтиды. Бірінші 5 тапсырма қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар. Бұл жерде сіздер тест тапсырмасы болғандықтан дұрыс нұсқаны анықтауларыңыз қажет. Яғни А, Б, С, Д нұсқасының біреуі ғана дұрыс болады. Сол дұрыс нұсқаны анықтап белгілеулеріңіз қажет. Бірінші, анасын сағынған бала әңгімесінің тақырыбын анықтайсыздар. Екінші, нағыз әже қайда әңгімесінде автор неліктен қыздарына әже іздейді? Анықтап белгілейсіздер. Үшінші, үстіне су жаңа ақ футболка киген 4 жасар шамасындағы ер бала арнайы тіреу ағаштарымен керілген жүзім сабақтарының ұзына бойғы көлеңкесінің бір шетінде құммен ойнап отыр екен. Қолында ойыншық күрек, ойыншық шелек. Үзіндіден кейіпкер бейнесін анықтаңыз. Төртінші, мамасына табыстаймын, тіпті біздің үйде жүре береді. Онда қандай қиындық бар? Үзіндісі қай шығармадан алынған үзінді? Бесінші, Мексика ұлы шығармасының авторы кім? Алтыншы тапсырма. Міне қызық деймін, одан көз алмаған бойы іштей таңырқай түсіп. Жарықтық, біздің әжелеріміз бұл кісінің қасында дүниеден түк қызық көрмей бос өткен екен ғой әншейін. Осы сөйлемге байланысты ойыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізіңіз. Жетінші тапсырма. Жазушы Ривера бейнесі арқылы оқырманға қандай ой тастады? Өз көзқарасыңызды 3-4 сөйлеммен білдіріңіз. Сегізінші тапсырма. Азат неліктен әжемен тіл табысуға тырысты? Бұл жерде де өз көзқарастарыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізулеріңіз қажет. Тоғызыншы тапсырма. Жоқ папа, ол әже емес, ол жай ғана бабушка. Өйткені бәрі бабушка деді ғой. Мен білем, әже деген ондай болмайды. Райханның осы ойына байланысты өз пікіріңді дәлелдеп 3-4 сөйлеммен жеткізулеріңіз қажет. 10-шы тапсырма. Анасын сағынған бала әңгімесіндегі Сержанның бойындағы қасиетті 3-4 сөйлеммен сипаттап жеткізулеріңіз керек. 11-ші тапсырма. Бұл жерде сіздер менің әжем, нағыз әже деген тақырыпта эссе жазуларыңыз керек. Сөз саны 60-70 сөз. Құрметті оқушылар,
90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 5 тапсырма бұл дұрыс нұсқаны анықтайтын тапсырма. 1 балдан беріледі дұрыс белгілеген нұсқаларыңызға. 6-шы тапсырма. Нағыз әже әңгімесіндегі Азаттың ойына байланысты пікірлеріңізді жазып, 3-4 сөйлеммен жеткізесіздер. 7-ші тапсырмада шығарма сюжет арқылы Ривера бейнесін талдап, өз көзқарастарыңызды 3-4 сөйлеммен дәлелдеп жеткізесіздер. 8-ші тапсырмада Азаттың әжемен неліктен тіл табысқысы келгенін анықтап жаза отырып, көзқарастарыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізулеріңіз керек. 9-ші тапсырмада Райханның әже туралы айтқан ойына талдау жасай отырып, өз көзқарастарыңызды 3-4 сөйлеммен білдіресіздер. 10-шы тапсырмада Сержанның бойындағы қасиетті сипаттап жазасыздар, өздеріңіздің тұжырымдарыңызды 3-4 сөйлеммен түйіндеп жеткізулеріңіз қажет. 11-ші тапсырмада шығармадағы басты мәселені анықтайсыздар, шығармадан дәлел келтіресіздер эссе жазу барысында. Шығармадағы көтерілген мәселені бүгінгі күнмен байланыстырасыздар. Эссенің құрылымын, сөз санын сақтайсыздар және сауатты жазуларыңыз қажет. Яғни грамматикалық, пунктуациялық ережелерді сақтауларыңыз қажет. Жалпы 90-дық жиынтық бағалау жұмысы үшін 20 балл беріледі. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.